Достар, мен бүгін Астанаға жол жүргелі жатырмын. Астана, яғни Нұр-Сұлтан қаласына. Нұр-Сұлтан қаласына мен сіздерге қызықты сұхбаттар ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, және де Нұр-Сұлтан қаласын жаңа қырынан көрсетемін. Сағат 11:30 біз Астанаға жолға шықтық. Міне аэропорттамын. Астана биік армандардың орындалар мекені, жұлдызы жанған бақыт қос қонған жері. О Астана, алғаш көргеннен өзіңе ғашық еттің мені. Келеді арнағым, себебі баурадың мені. Астананың шеткі аудандарының біріндемін, жаңадан салынып жатқан аудан. Мұнан енді мен қазір сіздерге бір нәрсе көрсетемін. Мынаны қараңыздар, мынау жол, мына жақта вообще үйлер жоқ, енді салынып жатыр. Мына жақта вообще үйлер жоқ, енді салынып жатыр. Ал бірақ көше шамдары бар, кешкісін мынандай көше шамдары жанып тұрады даже. Мына жерде қарасаңыз, бір 2-3 үй бар, бірақ мына жерде светофор жұмыс істеп тұр. Астананың бір күшті жері мынандай көлшіктер бар екен. Мынандай. Жазда аққулар, үйректер, құстар жүреді екен. Алайда бір өкініштісі, аққу-қаз мекендейтін Астананың бұл аймағы енді тас қалалардың біріне айналады деп қынжылды Инара есімді тұрғын. В этой местности были маленькие озера, болотистая местность. Через дорогу стоял малый Талдыколь, его начали засушивать. И поэтому все они были взаимосвязаны и начали наши озера тоже сушиться. Экологи сказали, что если начнут засушивать, то это сильно повлияет на фауну, на экологию сильно повлияет. Тут были птицы красные, которые занесены в Красную книгу, теперь они тоже за счет этого будут исчезать. Так говорили, хотя можно было облагородить это все. Когда сюда переехали, радовались, что попали в такую местность, но теперь, видимо, здесь все засушат и будет обычный город. Экология, говорят, пострадает сильно из-за этого. Мына көріп тұрғандарыңыз аққу деп аталатын тұрғын үй кешені.
Бұл неге Аққу деп аталады десеңіздер, бұл ауданда мына жердің барлығы толған аққу болған. Мына жер асфальтты жол болады, мына жерлердің бәрі үйлер болады. Талдыкөлді 200-дей құс мекендеп 98 өсімдік түрі тіркелген деп қала әкімдігінің сайтында жазыпты. Аққусыз көл жетім деуші еді. Бұл жолы Аққудың көлін тартып алыпты. Өкінішті. Ал мына жердің аты Грин Квартал, элиталы қымбат үйлер орналасқан. Бұл аудан Аққу тұрғын үй кешенінен алыс емес, бірақ бұл жерде көлшікті құрғатпаған, керісінше ауданға сән беріп тұратын, әрі тұрғындар серуендейтін аймақ жасап қойған. Қалдарыңыз қалай? Мен Грин Квартал деген жерде жүрмін, Астанада. Міне, шетел сияқты, әдемі, күшті жер екен. Әдемі болады екен. Біз Светлана екеуміз кездесіп, шай ішіп келе жатырмыз. Светланадан сұхбат алайын ба? Светлана Егемен Қазақстан газетінің тілшісі, жасы журналист. Астана саған несімен ұнайды? Астана, сен мысалы өзің Турцияда тұрдың, Чехияда тұрдың, өзің Ақтөбеденсің, бірақ Астананы ұнатам дейсің. Астана білмеймін, просто ол естеліктермен деп ойлаймын. Өйткені мысалы мынандай ғимараттар басқа қалаларға да салынуға болады. Жалпы просто атмосферасы, өзіңді қалай сезінуің. Менің енді саналы ғұмырымның көбі осы Астанада өтті ғой, Ақтөбеге қараған кезде. Сондықтан Астанада әрбір бұрышында өзінің бір естелігі, анаудан мынаны еске салады, мынауды еске салады. Мен жалпы бұндай естеліктермен өткенді ойлаумен көп шұғылданамын деймін ба. Сөйтіп уақытымды бос жіберіп аламын. Мынаған қараңдаршы, қандай сұлу қыз. Астанаға келіңіздер. Астана андай алматылықтар ойлағандай өйтіп, ой, суық қала дейді емес, күшті ауа райы, прям тамаша. Қазір күшті болып, керемет. Біз мына жерде Грин Квартал деген жерде жүрміз енді, вообще супер жер. Мен көшкегімге кетті, бірақ Алматыны тастамаймын, алматылықпын. Алматыға меніңше демалысқа барып тұру керек сияқты, ал нағыз жұмыс істейтін қала ол Астана. Ақша бар ма Астанада? Көп. Да? Күшті. Келеміз Астанаға онда. Астанада баруға келген турист дейікші, мен сияқты келген қонақтарға баруға кеңес беретін қандай 3 жер немесе 5 жер кеңес бересің? Алматылықтарға ол бір андай керім бір не болмауы мүмкін, вау дейтіндей, бірақ ботаникалық саябақ, содан кейін набережка, Есілдің жағасы, сосын ішіне кіретін ғимараттар, ішіне кіретін бәйтерек, ұлттық музей күшті, ұлттық музей жақсы жасалған, бару керек деп ойлаймын. Бірнеше залдары бар, сондай бір танымдық. Тағы біреуі кіруге міндетті түрде Мега-Силквей, үлкен. Мега-Силквейді көрдім бүгін. Музейге бар. Нұрсұлтан қаласының қай шетіне бармасаң да алдыңнан салынып бітпеген бір көпірдің құрылысы шығады. Меніңше қаланың көркін бұзып тұрған жалғыз нысан деуге болады. Бұл Астана ЛРТ жерүсті метросына арналған 41,81 километрлік өткел болуы керек еді. Ода 3 линия, 28 станция мен 1 депо болуы керек болатын. 66 айда салынады деп жоспарланған жобаның жалпы сомасы 347 миллиард 471 миллион теңгеден асады. Алайда нысан салынып бітпеді. Ал жауапты шенділер ақша жымқырды деп айыпталып отыр. Әуежайдан Нұрлы жол вокзалына дейін ЛРТ пойыз саламыз деген ғой. Содан бастап осы деңгейіне жеткенге дейін бөлінген ақша бітіп қалды. Ой, бұл енді өстіп тұра ма енді? Тұры енді өткен жылдан бері 1 жылдан асты. Сондықтан оны памятник коррупции деп атайды. Мынаны ел ішінде памятник коррупции деп атайды екен. Астана ЛРТ қаладағы жалғыз мәселе емес көрінеді. Мен отырған такси жүргізушісі тағы бір проблеманың шетін шығарды.
5 жыл жұмыс істедік. Өзімізді қорқып жүретін біз астында. Құлап қалама деп кіріп кетемін деп ше. Болото ғой, иә, сонда асты. Асты болото, анау ащы су бар ғой. Арматурамен бетонды шірітіп жіберіп жатыр. Мен қазір Абу Даби Плаза деген ғимаратқа келдім, міне, келіп қалдым. Қасымда тұр. Ұшқындап қар жауып жатыр, күн суық. Соған қарамастан Астананы аралап қыдырып жүрмін. Өте қызықты, негізі былай ауасы таза, Алматыға қарағанда ауасы таза деп айтуға болады. Бір ызғар бар, салқын ызғар бар. Ой, жаңа бір таксистпен келдім, ол кісі Абу Даби Плазаның Абу Даби Плаза салынған кезде құрылысшы болып жұмыс жасаған екен. Абу Даби Плазаның асты фундаменті өте қазір нашар күйде дейді. Ол құлайды деп қояды, енді көреміз.